Ауыз ашарда өзі де, дәмі де өте ерекше, дәмді болатын тағамды жасап, барлығын таң қалдырыңыздар. Ең әуелі қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырамыз және етімізді салып, қуырып аламыз да баяу отқа бұқтыруға қоямыз. Пиязымызды салып, сарғайтып қуырамыз. Томат пастасын саламыз. Және картоппен сәбізімізді қосып қуырып, тұз және өздеріңіз ұнататын қалаған дәмдеуішті қосып қуырып, көптеу етіп су құямыз. Бетін жауып қоямыз. Енді қамырына кірісетін боламыз. Жұмыртқамызға тұз және кішкене су құйып, ұнымызды салып, қатылау етіп қамыр илеп, демалуға 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды жайып, жұқа етіп, ортасына сұйық май жағып, колбаса тәрізді естіп, орап, және осылай кесіп аламыз да, қайнап жатқан тағамыздың бетіне осылай қоямыз. Бетін жауып, баяу отқа қоямыз. Осымен біздің ерекше, дәмі де ерекше болатын тағамымыз дайын. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған Айдана.